Бұл қызығын айтпайыңыз. Өткенде шомылуға барып қалған. Солай басқалар бардым, егін астары жоқ. Енді сіздер неге мақтап жатырсыз? Әмесін мақтап жатырсыз. Ең главный адамды қалдырып кеттіңіз. Әлі отырып бұл. Кім? Вивиан Лежиттің қанегесі Абай аға. Не болады? Ол бүгінгі ойында ақшаны беретін сол ғой. Арсаның ешіні үстіне жүйшіне жібереді. Екіған, жұмыс жоқ болса қадымана неге баршына? Битаққа баршына. Кім және? Өмір баяға сізге не бар? Және кім? Бұл несі бар? Жігіттер, мен мына Абай аға бір зат айтып жіберейін да. Мына мен туылғаннан бастап бар ма, мен үлкен главный бар еді, арманым бар еді, сөйді. Мына Абай аға мен мына туылғаннан бері қауендіріп жатсы ғой. Осы бүгінгі көвенге қойған сауғаларын бәрін ұтып алсам деп арман ететінім. Одан кейін жаңа ата-анамды хажылыққа бару сондайлар ғой. Сен арманың мен ниетің бір орнына қойып айтшы бір. Сен қателессің. Сен мақсатыңды туыл қойың бір. Сенің мақсатың Абай болу керек. Сенің мақсатың Абай болу керек. Енді бүгін негізі бұл жерде главный мақсат. Бұл жердің мақсаты главный да. Мақсат главный. Бірақ біздердің главный мақсатымыз сол емес. Біздердің главный мақсатымыз Абай болу керек. Енді не ол Абай болма, мақсатың қайсына шыңғайын? Олар болса алдыларына мақсатын абайлап қоятын көрші ғана. Ассалаумағалейкум Абай аға. Сіз үшін алдын пианщик болған адам бірден хакім болып кетсе қалай болады? Құрметті жиналыс қатысушылары, ана бюджетте түскен ақшаның үстін толтырып бір шап қайтышпа. Көреміз 1941 жыл ұрыста болған жағдай. Байрам тастап кет мені! Я шуға! Байрам тастап кет! Я! Тастап кет Байрам! Я! Барасаң ұрысқа жүр бармайма! Көреміз қаттыған мейірімсіз ана. Мама! Бүгін кеште не ауқат жеміз пісіріп атсам ба? Қайда мен жақ топ ұстап қалып лаваш жеп қайдың өзіңіз бір атың айт. Көреміз таксиде болған жағдай. Такси аға? Отыр, кеттік. Не болды? Білмеймін, біз қалды ма? Енді не аламыз? Мен басқа көрсен етіміз, не боласыз басқа? Қалай Абай, ұнауыт па? Нормально ма? Көреміз, осы жерде әмме
мен жігітлердің басына өткен жағдай. Мұған? Номер ба? Алдым, 2001 жылы. 2001 дейм ана? Сұп-сұлу ма? Сұп-сұлу, айран қалым жаңа. Ерін алып, инстаграмды жазып атыппыз бә. Енді не қамыз? Енді не қамыз? Мына кісілермен қосылып кетіп кетіп қояқ. Біз бүгін осы сахнаға шығуымыздың ең басты себепшілері ата-аналарымызға рахмет айтып жатырмыз. Бізді тоғызай құрсағын беріп, Камалға келтіріп, Ілайым ұсының қуанышын көрсен деп, бізде қуансақ, ол несе қуанатығын біз ата-анамызға шексіз міндеттіміз. Енді ата-ана болғанда да туысқандарымызға да міндеттер болуымыз керек. Себебі менің Мадияр деген 87-дегі бір атым бар. Сол біздерге Қазақстаннан ақша жібереді. КВН-ге шығу үшін реквизитке анаған ақша керек болады ғой. Мамаштың паспортына салып жібереді де, банкке барып аламыз. Айтпайынсыз деп отырыңыз. Сөйтіп ақшаны жібереді, аламыз. Жақсы жұмыс істеп жатыпты да, жаңағы. Бастығы да жақсы дейді, ақ көкірек. Бастығы да өзімен қатар дейді, 87-ші жылы. Ербол деген бала дейді. Ақ көкірек бала дейді. Барып келуінен, проездың өзі сөйлейді, оны ішіп жеуді, мод дейді, айлығы 280 мың теңге екен де жаңағы. Енді не дей жақпан мен? Экрамаға қол жүрілген кет жаққа. Рахмет, сіздермен бірге болған Город Шомалай. Город Шомалай командасына қол шапалақ ұрып қоямыз. Давам етеміз. Бірінші шарт бойынша ортамызға Бақақа шоу командасы бар. Былғанлап басты, жая еқ шашты. Біреуде очки, біреуде маска. Шығылды біреу, абайла қасқа. Мана балалар сақна келеміз қуалдыға! Бақыла бермең маған. Өз жаңа қосылым о команда, ойрен кетемін қойады. Мақсет ағаң басы деді. Оғалай деп не басы метті жасын? Мақсет ағаң басы деді. Ярым финал, чорак финал деп отырған жоқ. Финал деп та бұрғы деп. Енді жігітлер мақсағанғам жасы бір жерге барып қалды, бұрырады енді өз болған оған. Жігітлер, Мақсет көтемләптің өзі келді ме? Өзі келді отырды қане? Айпон түсіріп отырған. Мақсет көтемді айпон 14 құдай сақласын. Әне, Мақсет көтемләп тірілей көптірмен оқырса. Ана қараса, жақыннан қарасың қап-қара екен бұнау. Қара деген сен айтпай қойшы қойшы. Сен айтатын сөз емес ол. Сен оны білесен бе? Қарақалпақ халқының еркетай қосқысы. Қара демесең оны. Дұрыс. Çok özür ettim. Çok. Жігітлер, жюрилерді зор сайлаған бүгін. Нан қараң, отырғанына қараң. КВНнің атасы. КВНнен кубок қалдырмай ұтып шыққан адам. КВНнің ең шыңына шыққан, пегіне шыққан адам. Абай келіп отыр мен.
Абай. Мен бір Өмірбай Қосымбет деп айтып жақша десем, Абай емес, Абайыңа дабай де. Кім ол Өмірбай деген? Ол жақсы үлкен адам. Жақсы үлкен? Кім ол Өмірбай аға? Сен білесің бе? Қарақалпақта әзілдің шыңына шыққан адам. Мына сахнаға шығып жүрген балалардың әкесі, мысалы сен де ойлаймысың, сенің де әкең ол. Менің әкем басқа бақа. Сенің әкең деді ме? Әкең сол. Әкең сен. Менің әкем ұлыма басқа тарады, ол менің әкем емес, ол әшеннің әкесі. Ау, өзі қарап тұрды, ұятты әкем деп айтып жіберсейші. Сонда біздің әкем не ұят болмайды, ә? Бүгінгі жюрилердің бастығы сол Өмірбай аға. Әкешім. Жаным әкем, әшенді жағымlar не қылады, әке? Жігітлер бір идея туды. Мына кубокты бүгін сатып алайық та жюрилермен келісіп. Жоқпыз ба, жюрилер келіспейді, $5000 берсе келіседі ғой. Сен білесің бе, сен $5000 қарап отырған жоқ бұлар. Өмірбай ағамыз, менге ұстаз ағамыз өзінің жұмысы бар. Сенің ақшаңа зар емес ол. Міне Парқат ағамыз бар, өзінің жұмысы бар татуда. Ол сенің ақшаңа қарап отырған жоқ, 40 миллионды өткенде деген. Мінекей Бағадыр ағамыз бар, сенің ақшаң қызың емес, оның да жұмысы бар. Келіссе икрам келісуі мүмкін болған. Оңай жұмысы бар? Жұмыс жоқ қосынан келсен сені. Бүгін жюрилер жақсы сайлаған. Әр жюри әр жаққа қарап қарайды. Мысалы, міне ұстазымыз Өмірбай ағамыз актерлық шеберлікке қарайды. Оның ұстазымыздың ойнаған рөлдерін көрсетіп ойнауымыз керек. Сонда жақсы баға аламыз біздер. Мен көрсетейінші. Өмірбай ағаның бір бетке шыққан рөлі бар. Ағын судың ғана ағысы, ақ орамалдың ғана нағысы, құлағымнан ғана кетпейді ау, мына бегімнің ғана дауысы. Ойбай. Ана көден кейін 10 бал біз етке айтайын. 10 бал ес. Онда мына Бахадыр аға бар, иә? Бахадыр аға дәулет жаз, бір орныңыздан тұрып жіберіңіз. Бір қол шапалақлар болсын. Өлмесек танитын шығарсыз, әммеңіз танитын шығарсыз. Рахмет аға. Бахадыр ағаға мынандай зат ойнайды. Оны айтты. Жігітлер, бүгін мінекей кібен. Осы кібеннен пайдаланып, мінекей осы халықтың алғысын алайық, яқшы ма? Деп тұратын уақыт емес қазір. Қазір темппен ойнау керек. Бүйтіп қаңсылап тұратын болсаң, мына қапталдағылар айып бетерге баға. Айтылақшы, командада жаңалық, командаға таза бала алдық. Таза бала? Шәкірт. Мен ба? Ешкім білмей тұр иә мыналар. Білмейді иә. Мен басқа командада ойнайтынын білмейді иә. Мен ана жаңа Бақақада ойнайтын ана бір кім еді? Шекежан. Серікжан деп ойлап жүрмін алар. Ойбай жаңалар екен. Тұшты бас. Олай болса Шекежанның орнына Ван Дамды алдық. Қане? Кетті! Тұшты бас. Олай болса біз өз көріністерімізді бастаймыз. Мархамат, ұсындай жиналыста іші жел естіп тұрған бастықтан көрініс. Енді жиналыс қатынасушылары бүгінгі жұмыс. Бүгінгі жұмысымызды бастап. Бүгінгі жұмысымызды тарс етіп істеуіміз керек. Қатылау шапалақларды айналасы кеттің. Қалай кеттің ал? Енді давам еттіреміз. Рахмет. Давам еттіреміз.
етеміз, алдылар мына хабар, дабыр болған уақытында қасында дефектологларымыз мынандай түсіндіріп тұратын субтитр қылып та. Мархамат, енді көреміз Формула 1 машин жарысында сондай дефектолог түсіндіріп тұрса қалай болады? Ассалаумағалейкум, мінекей Мойнақ районында ралли Формула 1 жарысы басылады. Мінекей машиналар бір-бірімен жарысуды басылады. Мінекей көк машин hamda қызыл машин бір-бірімен жарысып жатыр. Мінекей қызыл машин алдыға өтіп кетіп аварияға ұшырады. Қызыл машин, қызыл. Оны көремін деп көк машиндан жиектен қарап едім, олам аварияға ұшырады, сонымен формула таусылды. Devam etemiz енді алдыларыңызда 10 қызы бар үйдің бір баласы пожарныйға жұмысқа кіріпті, мархамат. Мархамат, енді алдыларыңызда Мақсет Өтеміратов тойда қызметте, мархамат, тамашалаймыз. Халқым менен мақтанамын. Рахмет, және де қосыламызды өзіміздің шәкіртіміз Дастан Бектұрсынов қанамет береміз. Рахмет ұстаз, мінекей қосылады. Өздеріңіздің хабарыңыз бар. Пайтақтымыз Нөкіс қаласында ночной клуб ашылыпты. Енді сол ночной клубқа түнде ғарлар бір настроениесін көтеру үшін барған ұқсайды. Тамашалаймыз, мархамат. Қалай? Тоқта. Қалай? Настроение көтерілді ме? Күтте қимылдады. Онда мынандай қылайық. Ендігі пенсия түскенде және бір қимылдатып кетіп. Мархамат. Енді алдыларыңызда шаңарақтан көрініс, мархамат. Қатын, балалар ұйықтады ма? Оған жоқ, үйге көз бақылап жүріп жатсың. Қатын, балалар ұйықтады ма? Оған жоқ, қарашы жатып тұр. Қатын! Паша қоя қойшы, уже мамам ұйықтады болды. Қой болды. Мархамат, давам еттіреміз. Енді әмме квеллерде Титаникті қойып беріп атыр, мархамат. Енді Титаник біздің сахнамызда, мархамат. Бақаға шау жігітлеріне Титаник. Тамашалаймыз. Тірілер бар ма? Еркектер бар ма? Қызлар бар ма? Рахмет, сіздердің алдыларыңызда өздерінің таланттарын көрсеткен Бақаға шоу театр студиясында бір қол шапалақтарыңыздар қояйық. Рахмет. Енді сіздерді өзіміздің Бақаға шоу театрының актерларымен таныстырып етсек, Ислам Пірниясы шапалақтар қояйық. Рахмет, және де өзінің хазірлеріменен Руслан Базарбаевты шақырып қаламыз. Рахмет. Және де әжайып актеріміз өзіміздің мінекей Бақатөре Жапаров қол шапалақтар қоямыз. Рахмет. Және де театрымыздың көркемдік жетекшісі Бақадар Құмратов.
Бақақа шоу командасына қол шапалақ ұрып қоямыз. Рахмет, давам етеміз. Бірінші шарт бойынша ортамызға 2021 жыл қонақтарымыз зеректілер қорқылауының чемпионы Алмаз командасы ортамызға ойнатамыз. Не дейді? Қай чаманды амбари дейді. Ақтамайық біз оң. Бізде ақтамнен соң жаңа шығады. Қой, ақшасын қайда бұл. Қайсы макан сарбари дейді. Біріншісін естілікті, біріншісін еғілейді, біріншісін. Бізде өзінің шебасын айтып отқышыға білмейміз қой, қайсы макан сарбарин қақтамнен біздер. Қой өзін. Фируза дейді. Вай, жаңамыздан Фируза деп тұр ғой. Фируза деп тұр ғой, есің қой. Міне, қайсы қанның қауқары дейді. Со, қан деген біздер ғой, қан шеліп үйізді. Шағындың менің шалмаған қызыл раушан. Раушан дейді ғой. Ассалаумағалейкум! Жігіттер, кім ең бұл атыр? Бұл сіздерге Ташкент емес, қитен секілі көреді. Бұл жерде мұңыздар кетпейді. Мысал үшін сен қит. Күлмейді, ешкім күлмейді. Көріңіз бе, бұл жерде соң үшін жюрилермен келісу керек. Бірақ жюрилермен келісу керек. Неге? Айтатпан, саған бұл жерде нөкес келіспес, өне бересің айтуын. Міне ғана шығасың, Ерлеп, оңыз жүре бересің арасында. Келіспес, қадап, главный кім айт. Икрам аға. О, міне, как раз өмір аяға. Бір күнде екі беті жата қойып банаға. Бол, келісім, айта бір. Кейінгісі, Икрам аға. О, міне, как раз Фархат аға. Сіздер как раз қолай істеген, Осы как раз сондай уақытта келеді. Фархат ағамен десеңіз бе? You want my... Бол, келісім, айта бір. Кейінгісі. Бақадыр аға. О, міне, как раз Икрам аға. Міне, Икрам аға, қарай. Сізге четкий жұмыста қойып баға. Четкий жұмыс бар, асында прям жұмысқа бара берсін. Кейінгісі. Алимушқа келеді, алимушқаны аламыз қасыңыз. Айта бір, сөйтіп таға кім қасында. Бақадыр аға. Ой, мынауын келіспейді ал. Неге? Мынауын келіспейді, мынау баяғы өлмесек пе? Ау. Өлмесек келіспейді ал. Старый қырықшылар ғой бұлар. Ой, келіспейді бұлар өш. Келісуге болады. Келісе алмайсың бұл мен. Мен келісе аламын. Қайт. Әкел гитара. Міне, Бақадыр ағамен келісуді көрсетейін сіздерге. Бұл бір болған уақия. Енді кім қалды? Нәбір бала қапты қойын, кім о? Нәбір бала қалды ғой. Нәбір бала емес ол. Бүгінгі ойынның главный спонсоры пұлды тігіп отырған Абай аға. Осы ма? Обай. Обай емес, Абай. Абай. Жаным, кібенге бірінші мәрте спонсор болды. Хош келсең, біздің шаңырағымызға хош келсең, кібен шықырының шаңырағына. Кәсекқа кіргенмен аға. Не кәсек? Оған да бұны кібен деген өзі кеселдік қой. Нанның адамдар, мақсатағалар енді сол кібенді қой алмай кеп отырды, қарашыз. Кеселік бұл шыға алмайды бұл. Бірақ молодец. Осындай жақсылардың басын біріктіріп, 3 миллион соң пұл қойып жатыр ортаға, 3 миллион? 3 миллион десе кіттай пұл деп қалады. 3 миллион деп 3 миллион пұл қойып жатыр. Ой, бұл 3 миллион көрдің ба? 3 миллион, өзі сондай біздің қалықта. Кіттай қабылдып айтсаң қабылдып қалады ғой. Үлкен болмайды бұл. Мысалы үшін, Өмірбай аға деген, Икрам аға деген.
Ona Bahadır var. Abay ağa dedi. Сондай өзіміздің қатты сөйтіп айту керек оны. Шұқат, сен гәпің арасында айттың, конкретті бүгін жүрулермен келісу керек дедің. Мен бүгін жүрулердің ішінде біреумен келісіп қойдым. Бірақ енді мен екенді айтып қоймаған деді да. Кім? Намекпен айттың әсте мен екен білмесін ешкім дейді да. Намек тастап айттың. Кім қайсы? Жюрилердің ішінде конкретті бізге жәрдем беретіні бүгін Асал деген жюри. Кім? Асал. Асал? Қош Асал деген жюри. Бар екен баланың басысын қақсы. Бар деген ішінде Асал. Ой, Асал деген жюри жоқ бұлар. Бар жетер. Кім айтқан қайсы? Асалдың дәмі қандай болады? Дәмі шірін болады, шірін. Шіріннің қасында кім болады? Фархат. Фархат. Ешегіңіз болмай қайда, айталым. Ондай болса маған мангал жәрдем беремін деді ал. Кім? Мангал. Мангал? Ауа? Мангол деген болуы мүмкін, мангал деген өзі. Мангал деген өзі. Жігіттер, шын сөз ма, мангал деген жәрдем. Кім ол, кім? Мангал деген білмейсіз ба? Кім? Мангалға не пісіресіз? Шашлык пісіресіз. Шашлықтың астына не саласыз? Көмір саласыз. Көмір, өмір. Өмір. Жігіттер, ондай болатын болса, маған Құндыз Амакінің өзі жәрдем беремін деді ол. Мынауың өтіргенде. Мынауың Құндыз Амакі деген жөні жоқ қой басыз. Ау, бар Құндыз Амакі. Кім? Қараса жақсылап. Кім Құндыз Амакі деген кім еді ғой? Тауып алдыңыз ба? Құндыз Амакі не айтады? Ертек айтады. Қандай ертеклер бар? Үш Бахадыр деген. Бахадыр аға. Олас маған биржа жәрдем беремін деді. Биржа деген жүйрі бар ғой şimdi. Ондай жоқ. Екі жүйрінің біреу биржа ғой? Қой. Биржаға кім барады? Жұмыссызлар. Кім барады? Икрамаға? Икрамаға жәрдем беремін деп ады ғой әйтеуір. Енді маған айтты, Абай жәрдем беремін деді. Құрттың ғой сен бәрі. Ақмақ. Намек тастап айтып жатырмыз ғой біздер. Намеклап айтшы. Абай аға наметті түсінбейді. Кібенді түсінбейтін адам намет қақтан түсінсін. Hammaga namyok tashlab o'ynayapsiz ғой. Dastlab aqaga da bir namyok tashlab da. Oğlan namyok tashlama. O namyok dұрыс түсінеді ол. Мен білемін қасында жүрмін оны ешсізді. Намекті күдік тастап болмайды ол. Күдік тастап ісіне қалмайды. Звондай береді. Болмайды ол. Шақырып болмайды. Енді міне кезінде Ташкент бар? Өзім Ташкентте жүргенде болып кеттім да. Бұйыр Ташкент емес. Қит етсе күле бермейді бұйырды. Арқайын бір ойнаңыздар нөкісінде жүрміз қой жігітлер, нөкісінде. Сол Ташкент дегенде міне мысалы үшін ертең шарап финалға барамыз ғой. Сол кезде мен Ташкентте бір жюри болып отыра жақпан. Сіздер ойнайсыз молодец. Аманшылық па? Ол жюри болып ойнайтын дәрежеге жетіп қалдым ғой деп өзім ойлап айтпан да. Қалай жеттіңіз оған? Қарасаңыз Алмазда ойнадық, неше жыл ойнадық, чемпион болдық бірінші жылдың өзінде. 5 ойын ойнадық. Болды Алмазда ойнаған сояқта Ташкентте жюри болып жатпын. Неге? Енді Алмазда бір мәрте ойнап чемпион болғандар міне нөкісте жюри болып жатыр. Біздер не Ташкентте жюри болар ма енді? 5 жыл ойнадық. Нормально. Чемпион болды. Олай болса Алмаз командасы өз көрістерін бастайды. Болады. Біздер де бірінші көрініс. Мына хамме жаңа көрушілер көріп жатырсыз, кәдімгідей ойнап отыр ғой. Біз басқаша қылып ойнаймыз. Мына светлерді өшірудің илажы бар ма? Светлерді өшірейік. Светлерді өшіріп ойнаймыз. Өшіріп. Ол. Демек біздерде бірінші көреміз. Бірінші көрініс баняда шомылып жатқан қыздар. Жақсы ма? Жоқ, қыз жоқ, аға, просто көз алдына кетіп, бірақ қойшы. Әммеңізге белгілі, тойдан алдын қайненесі мен келіні ұшырасып болады. Енді көреміз, сол тойдан алдын қайын атасы менен күйеу баласы ұшырасса қандай болады екен? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалай? Күйеу балаңыз бар ғой? Болады. Танысы болады. Ал, қай жерде жұмыс істейсің? Жұмыс сол, іздеп жатырмыз. Құдай қаласа. Кірсем, сол нормальный семья болып кетеміз ал бәріміз сияқты. Болады ау, Құдай қаласа. Әке-шешең қай жерде жұмыс істейді? Әке-шешем сол жұмыс іздеп жатыр, оларым Құдай қаласа. Қалсақ бір нормальный семья болып жақсы болып кетеді бәрі, жақсы болып кетеді. Болады, Құдай қаласа. Үйлер қай жерде, үйлер? Үй сол, іздеп жатырмыз Құдай қаласа.
Құдай қаласа квартирадан шықтық, тауылсақ бұл нормальный семья болып кетеміз, Құдай қаласа. Болады. Қызыңыз көрінбейді ғой, қызыңызға. Сол қыздан іздеп алыппыз енді. Кеше кетіпсіз. Мархамат көреміз. Жүда бір шеткі ауылда ұлыма интернеті жоқ, связь жоқ, ауылға тойға барған ансамбльдің жігіті телефондағы барлық қосықларын өшіріп алыпты. Енді мінекей келіп жатқан құда-құдағайлардың құрметіне Samsung Horizon деген қосына қоямыз. Мархамат неге? Ай, өшір. Ау, дұрысты қосып қойса сен, ол басын істейді. Біздер ғой заказ етіп отқан өздері, мен ба енді? Бар заказ етіп отыр өздері. Ал дұрысты қосып қой. Кім дейін? Жеңгесі де. Жеңгесінің атынан Samsung People Moresh деген қосақ мархамат. Ойнаймыз, молодец, рахмет. Ол жапалақлар керек. Ай, өшір. Ай, сен өз басын істеме, дұрысты қосып қой деймін саған. Қасында телефон бар ма? Бар. Қойшы өзің керек. Мархамат көреміз. Подиумда қызлар мода көрсетілгенде, олардың не хақында сөйлесіп жүргенін ешкім білмейді. Мархамат көреміз. Подиумда қызлардың сөйлесуі. Кешті қаққа барамыз? Қайдеміз стритфудқа? Не бар өтті өй? Икрамлар келген ғой. Сол икрам жетпейтін жер жоқ. Телефон нөмірі ше? Жазып ал. Тоқсан бір. 383. 45-68. 91 сөйтіп. Мархамат көреміз. Қызлардың психологиясын түсіну қаттыға қиын. Алло, жаным. Алло, жаным. Не қылып үйдесен бе? Жаным, алло, мені кешір. Білеме, кеше менен өтті қате. Алло, жаным. Кешіріп қойсам? Алло, далаға шығып кетсе, кеп тұрпа үйің алдына. Алло, жаным. Алло, кеп тұрпа. Ар жақта отыр. Енеген? Рахмет. Әлбетте бұлардың барлығы әзіледі. Біз жұмағында бір хақиқатпенен жұмағылайжақпыз. Bir günü bir 90'ga şıkkan qarı özünün akıllıqmenен otursa, жаңағы 18'ge şıkkan akıllıqı kelip, ata, siz мен 90'ga şıktınız. Bırak negedir siz Hasan'ınızға сүйенесіз дейді да. Сөйтіп, o атасы, дұрыс балам, мен қазір Hasan'ın не зат өзін ау есіне жоқ қой. Adam niye mi çıkar?
90 жасар бір ғалыммен ақылға сөйлесіп отырса 18 жасар ақылға айтыпты. Ата, сені көздерім солмас. Айтыпты да, ата, неге сіз өзіңіздің қасаңызға сүйеніп жүрсіз? Сонша балаларыңыз бар. Неге сіз қасаңызға сүйеніп, сонша балаң ұшырасқанда неге ондай сүйенесіз деп сұрай берсек, жаңағы атасы сенің көздерің деп жауап берді. Рахмет, сіздермен бірге болған Нөкіс Кәншілік үйінсінің Алмаз командасы болды. Үйіңіздегілерге айтып бар. Жолlarda жүріп, жүрген жерде ойлап қадірін біліп, ойлап өткен жерлерім, көшелерім сан. Алмаз командасына қол шапалақлар қоямыз. Демек, бірінші шартты жұмақлаған бәрше командаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Мархамат, ажайып шапалақлар болса, 5 команда ортамызға мұрат етеміз. Келеміз. Бірінші шартты жұмағлап берген бәрше 5 командаға бір қатты қол шапалақ ұрып қояқшы достар, е? Рахмет, бірінші шартымыз ажайып тәзінде жұмақланды. Енді бақылап аламыз. Төрештер құрамы тайым болса, бірінші командаларға бірінші шарт бойынша қойған бақылар максимал балл 6 балл, уақыты 10 минут еді. Демек, бірінші болып өз өнерлерін көрсеткен Пегас шоу командасына қойылған бақылар. 5, 5, 5, 6, 6. Екінші мастер командасына қойылған бақылар 4, 4, 4, 5, 5. Үшінші Шоманай командасына қойылған бақылар 6, 6, 6, 6, 6. Төртінші Бақақа шоу командасынан 6, 6, 6, 6, 6. Алмаз командасына қойылған бақылар 5, 5, 5, 6, 6. Бірінші шартымыз жұмақланды. Екінші шарт сұрау жауап. Бұнда төрештер құрамы бір сұраудан береді. Командалар жауап береді. Бір микрофон апарып береміз, е? Бір микрофон бар ма, е? Микрофон бар ма? Болды, бар екен. Рахмет. Төрештер құрамынан әр ағзасына бір сұраудан болады. Одан кейін командалардан жауап болады. Соған қарап, ең ақырында әмме төрештер құрамы сұрау беріп болғаннан кейін бағалар қойылады. Демек, бірінші болып бастап береді Фархат Хадилаев. Ассалаумағалейкум, өрметлі. Бүгінгі ажайып күнге жиналған тамаша көйлер, осы қонақлар, зеректілер, көріп таңлауының қатынасшылары. Осы сөзге шығуынан пайдаланып, кіріпке атырған 1 октябрь ұстазларымызды байрамлармен құттықтап қаламыз. Сұрауды бастасақ болады. Сіздерге социологиялық сұрау. Қазіргі уақытта бір тенденция кетіп атырды. Ер адамлар тойға барып, 100 мың сом жаздырып, тойда жетпей қалғанына 20 мыңнан сабыразым қылып қайтар. Ал хаяллар тойға барып, барбастан алдын 100 мыңға шашын істетіп, тойға 20 мың жаздырады. Енді сұрау, осы мына жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Команда ағзалар. Жақында той берейін деп атысып па дедім ме, жаңасы. Тай деген е, Бақақа шоу. Жюри ағзаларының үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Басынан бастап айтасыз ба, Итмас? Түсінбей қалдың ба? Түсіндім ғой, просто сөйлетім кетті. Әмбезат бастан бастаған жақсы көреді. Неше сомнан жаздырасыз? Қазір оламаз айып қалады. Онда менің жауап бермей, айдан есам емес қой. Рахмет. Жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз?
Рахмет Фархат аға, сізге филологиялық жауап. Кешегі Ташкенттегі 40 миллионды бердік қой, сол жетпей ма? Мастер командасы. Сұрау, жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Аға қарекеңіз ғой. Бүгін бізге не берсеңіз, біздер сол тойға дегендей. Кейін не ғой жаңа тенденция деген не ғой? Соны біле алмаймын. Тенденция әдет. А? Әдет. Болды. Төрішті құрам жауап бере берсін ба? Екінші вариант қабыл етеміз ба? Вариант. Болма. Бақақа шоу командасы. Жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Енді әркімге әрқилы. Мысалы, Икрам тойы берсе, былайынша бір кіріп шығамыз тек. Сұрау. Рахмет. Жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Онымен жұмысым жоқ, бастап берші. Ең басынан. Шарт пе? Шарт. Кеттік онда. Қазір бір тенденция кетіп жатырды. Ер адамдар тойға баратын болса 100 сомнан спискіден өтіп, жетпей қалғанына 20 мыңнан сабиразм қылады. Ал қыздар тойға 100 мыңға шашын істетіп, 20 мың жаздырады. Сұрау, жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Сіздерде сондай шығар, біздің ауылда ондай емес. Біздерде әр 100-ге 20-дан кетеді да, сіз жетпеген неге жаздырамыз, қатынды бір өп қайтады. Рахмет. Рахмет. Пегас шоу командасы. Жюрилердің үйінде той болып қалса, неше сомнан жаздырасыз? Басынан айтың да. Ой. Ер адамдар 100 мың сомнан спискіде өтеді, сабиразмге 20 мың, ал қыздар шашын істетеді. Пегас шоу. 50 жылғын қалай берсем болады енді? Басынан айтым да. Басынан. 29 февралда туылдым. Сол мен 50-ге шығатын жылы әкісіне 28-нен бітіп қалады екен да феврал. 50 жылғынды қалай белгілеймен? Сол сұрау қинап жүр. Аға, бұл сұрау бір мәкам құмға беріп па, беріп көрмейсіз ба аға? Бұйыр кібенді аға, сіздің 50 жылғыңызды кетмеу. Мен 29 февралда туылдым да. 50-ге шыққанда ол феврал 28-нен бітіп қалады екен. 50 жылғымды қалай белгілеймен, сол қиын болып тұр. Ой, Бақадыр аға, жегештің жағасында. Бәрі бастан айттырас қой. 50 жылғым қалай белгілеймен? Жюрилерде не той болса 50 мыңнан жаздыратын болдық Фархата. Негізі Фархатаға сұрауды кім берген білдік негізі. Кім алды? Бар ма? Жоқ. Алмас.
бол аға, не албырам ойнап. Мен 29 февралда туылдым. 50 жылдығымды белгілейін десем, сол жылы 28-нен бітіп қалады екен. Мен енді 50 жылдығым қалай белгілеймін? Тағы бір жыл күтесің. Ажарына өтіп кетсем, тағы бір жыл күтесің, кейін 28-ге келеді. Ол сіздің 28-ге туылғанға біздердің ешқандай байланысы жоқ аға. 10 кемпір қарына сұрайсың. Неге қосылып қалың керек сенем? Яқшы жауап бере бер, яқшы. 50 жылдығымды қалай белгілесем болады? Аржаға бір болып кетеді, неғып ортасында қалып қойып та. Күнімен мына қарап тұрмыз да, ағамыз жаңағы той деді, қаншадан өтеміз деді, 50 жылдық деді. Негіз бәріміз ойласып бір тойын несін не қылатыз ғой? Бұлар неға сол жасқа шығып алайық? Бір еліп беріңіз. Өмірбайға сіз нешінші жыл берейін деп атсыз, не берейін деп атсыз? Ұстазымыз Өмірбайғадан ажайып сұрау естіп қаламыз. Рахмет. Мен қадірлі жастарымызды, бүгін міне әмме бір жастарымыздың кеулі қуанышта көп уақыт болды негізінде. Кібеннің болмағанда да біраз уақытта болып кетті. Бүгін шындай шариат жаратып, әмме бір жарқырап отырмыз. Біріншіден ұстаздарымыз бар шығар, ішінде жастарымыз бар. Ұстаз болып атқан барлығын ертеңгі кәсіптік байрамлары менен шын жүректен құттықтаймын. Әркеліңізге сау саламат. Театр бұл мұқаддес үй. Театрды басқа мемлекеттен келген адамдар бұл халықтың кім екенін білу үшін соның театрына барады. Біздер осы театрдың ішінде ойнадық, өстік, міне осы дәрежеге жетіп өтіміз. Соның үшін театрда бір жақсы ібара бар. Театр әмі уақытында киім ілдіргіштен бастана дейді. Мен енді бір кішкене тек сіздерге ғана сұрау тастаймын. Сахна, таяқ, қары. Мархамат. Сахна, таяқ, қары. Аға деймін, нәрселенің жоқ. Бір нәрселенің көтеріп қайтпатып аға деймін. Осыдан шыққаннан кейін құда қылысы. Көтерің, яш. Шоманай, мархамат. Сахна, таяқ, қары. 28-де белгілей берің, Бақадыр аға. Пегас шау. Ассаламалейкум аға. Сұрау біздің қомсы 20 жыл қомсы жеткен қомсым бар да, естемен деп отыр, айтып беріңізші аға. Сахна, таяқ, қары. Яқшы. Ал, жаңа қомсы жеткен қомсы күліп отыр. Деп сізге. Olsun benim iş. Алмас. Сахна, таяқ, қары. Зал, шыбық, кемпір. Мастер. Сұрау қайтылысың. Мархамат. Сахна, таяқ, қары. Точно айттың саған. Қары кеп отырып еді, мына сахнаға шыққам үшін деп, таяқ ішін деп тұрмыз рас. Рахмет деп қаламыз. Енді главный жюрилердің бірі бүгінгі көрік талауымыздың қауындері Vivian Legend'дан Абай Жұманазаровқа нәубет. Ассалаумалейкум. Vivian деп қаламыз. Командалардың хамесіне үміттеп қаламыз. Зор кеуілді көтеріп жатырмыз. Сіздерге үлкен рахмет деп қаламыз сол үшін. Енді менің сұрауым осыдан ibarat. Егер біздердің компанияның өнімдерін реклама істеу керек болса, қандай қылып реклама қылар едіңіз?
Қазір бастайды рекламаны. Егер де біздердің компанияның өнімдерін реклама қылатын болсаңыз, қандай қылып реклама қылар едіңіз? Не қылайық, сахнаға шығып сабырлап, шапырлап тұрайық па? Сондай бір сәт қойымыз керек екен астынан, мен. Араласа берме ма бір-біріміз. Үйетін балалар бұл. Ана жаққа бар бір ана командаға барып қайт. Ассалаумағалейкум аға, қалайсыз, жақсыз ба? Ассалаумағалейкум. Аман есенсіз бе, қош келесіз. Шүкір, қалай боласың? Амансыз ба? Бәрі өтірікке жауап беріп жатырсыздар. Сізге не қылайық ал? Келін сұралыңыз. Рұқсат ба? Сізге расын айтып. Егер де біздердің компанияның өнімдерді реклама қылу керек болса, қандай қылып реклама қылар едіңіз? Аз жауап беремін аға. Қалайсыз, жақсыз ба? Жақсы отырсыз ба? Күнімен әзілдер. Мына батпа балалар еплеп күлдіріп жатыр ғой. Суларыңыз бар ма? Алдыңызда. Біздің районда елесу жоқ. Қайттым оған. Сұрау. Vivian Legend компаниясын реклама қылу керек болса, қандай қылып реклама қылар едіңіз? Аға, сіз бен келісе алмайтын шығармыз біз. Енді мысалы сіздің шампуныңызды алдық деп шүйгініп отырып, аға яқшы деп отқан кезде қолтайып кете берсе. Мастер. Ассалаумағалейкум. Vivian Legend компаниясын рекламасын түсіру керек болса, егер қандай қылып реклама қылар едіңіз? Кубок тасақ, сол шампунмен жуатын кубок. Алмас. Сұрау. Vivian Legend компаниясын өнімдерін реклама қылу керек болса, қандай қылып реклама қылар едіңіз? Елен бір қойып атқан 3 миллионға. 40 миллион қойсаң, енді шығып өзің ойнайсың ба? Болды, Мұқан келе бер болды, таусыл. Келе бер. Басқадан болып келген ғой. Ал, енді Икрам Абдигалиев. Ажайып сұраулар. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақ һәм зерек жастар, құрметті тамашашылар, баршаны көріп тұрғаныңызға жүдә қуаныштымыз. Микрофон ұстамағаны көп болды. Конкрет сұрау. Қай жерде нормально жұмыс жасап болады? Тауып береді әзір. Сұрау. Сақал өз кетті онан, Сұрау. Конкрет сұрау. Қай жерде нормально жұмыс жасап болады? Икрам аға мен мотиватор. Сол өзім Икрам аға ұқсап мотивация айтып кетті екен. Мен жығылғанда мен ұстап қағалар. Бекке ұстан. Енді ұшамыз. Икрам, сен қашан ұштың енді қонатын жер тап қошым сен. Конкрет сұрау. Қай жерде нормально жұмыс жасап болады? Икрам, сен қалайсың? Мінекей сақалларды өсіріп дұры жолға түсіп қапсаң. Құрметті мұсылман бауырлар. Болды, рахмет Мұқан. Молодец. Аяқта, ішпе деп аяққа. Шақырамыз керек оған. Оны тартқандан кейін өсіп. Болды ма, бар ма? Болмай, бар ғой еле, фегасы бар. Конкрет сұрау. Қай жерде нормально жұмыс жасап болады? Икрам аға, сақалының өз мотивация ғой біздерге. Ал қасымда отырыпты ғой, еплеп келсе берсең болмай ма, оны біздерден сұра.
Ama шығып кетеді. Алмас. Шухрат, қай жерде нормально жұмыс жасап болады? Вакансия деген группаны қарайсың. Өзім көп жүрді ол группада. Жұмыссыз уақытта рас. Енді және бір сорау, енді бәріміз қонақтар зеректер көріп талауын сағындық расы бір сорау болса және бір, Осы сұрауды мен бүгін қонақтарымыз зеректер көріп талауында бүгін үлкен біздермен бірге ойнап жүрген достымыз, ініміз, шәкіртіміз Бақтияр Шарбаевтың туған күні бүгін бір орнына тұрып қойды. Бүгінгі байрам сенің туған үлкен сауға Бақтияр. Сенен бір сұрау естісек, не қылдаймыз жігіттер, бір жорамыздың достымыздың туған күнде бір сұрау бер Бақтияр. Бірақ туған күн қайықта өткенімен анауымдан емес. Ешсім жаздырасыз. Сол еді ғой. Сұрау. Бүгінгі таңлауға Vivian Legend 3 миллион қойып атыпты да. Бүгінгі жеңімпаз командаға мен туған күнімнің атынан не қойсам болады? Үшінші шартқа өте береміз керек беді. Қайден бала. Жүрілерім қытай ойласпасын деп атқаным ғой сен. Ешті сондай жеге тұрып жүресен ғой мен. Қолайсың да сондай сүйіп кете бересің. Не қылып кете бересің? Шайқасып кете бересің. Кел. Ал, мен кел, Мұханның бір аты. Бүгінгі таңлауға мен туылған күнімнің атынан не қойсам болады? Біреуін туры. Шығып кете беруің керек еді сен, ама Мұхан. Болды, жауап бермесеңізден болады. Бақтияр бір қуам қалсын деп. Бір жауап болсын еқш, Алмас. Бүгінгі туылған күніме атап болып атқан көбенге мен не қойсам болады? Не қойсам жан-жаға қарап қой, деп жаңа. Сіз өйтіп қажат мазақтай бермен кім? Болды, рахмет. Яқшы, Бақақа. Бүгінгі туылған күніме арнап мен бүгінгі көбенге не қойсам болады? Не қойсам қой, бірақ өзің жемей отыршы жанымды. Рахмет, қол шапалақлар ұрып қоямыз. Рахмет. Демек, бақаларды көріп кетеміз бе, қойылған бақаларды таймана береміз бе? Көріп кетеген, бәрі сөйлеген үшінші шартым. Екінші шарт бойынша, сұрау жауап бойынша командаларға қойылған бақалар максимал балл 6 балл. Бірінші бол, Пегас Шоу командасына қойылған бақалар 6, 5, 6. Екінші Мастер командасына қойылған бақалар 5, 4, 5. Шоманай командасына қойылған бақалар 6. Бақақа Шоу командасына қойылған бақалар 6. Алмас командасына қойылған бақалар 6. 5, 6. Үшінші шартымыздан осы жерде ойналады. Қонақтарым зеректер көріп талауында бәршеңіз көріп гуас болып атқан болсаңыз керек, музыкалық басқыш болатын еді. Біз бүгін жаңалық кірттік. Яғни айтқанымызда сахнаның өзінде сол жерде ойлап табылады көріністер. Қазір оғанда төрешілер құрамы көмегі керек. Яғни айтқанымызда үшінші шартымыз әрбір жюри қалеген 3 сөз айтамыз. Қалеген 3 сөз. Сол сөздерді ішінде бар қылып, командалар 1 минутлық көрініс ойнап беруі керек. 1 минуттан өтіп кетпеген халда сахнаның өзінде қазір бір көрініс ойнап беруі керек. Демек, бұл жаңалық шарт, сол үшін тамаша көйлерден ілтимас қыламыз, қолап қотылап тұрамыз, Құда қаласа.
ендігі жағында, ендігі көріктаулауларымызда бұл шарттерімізге үйренісіп кетеміз. Және де бұл шартты бастап беру үшін бірінші Фархат ағамыздан бастаймыз. Қалеген 3 сөз айтамыз. Командалар сахнаның өзінде 1 минуттан өтіп кетпеген халда көрініс ойнауымыз керек. Сол көріністің ішінде сол сөздер болуы шарт. Фархат аға 3 сөз. Енді бұл қонақлар, зейреклер командалары маған бейгана емес, ізімізді басып кеткен інілерім. Сондықтан сіздерге бір тілеклес болып, бір қарасып, мені қазір бір қатты жақсы көріп кететін, hürmet етіп жіберетін бір 3 сөз айта қояйын. Бізде кейінгі көрініс. Ол имканият берді командаға. Бізде кейінгі көрініс дейді, ол қалеген көріністің ойнатсын деген мәнісі. Бірақ басқа төрештерден ілтимас қыламыз. Ұлыма қонақтарым зерекілер көріктаулауына бір жақын болмаған бір 3 сөз тайлап тұрсақ. Қалеген 3 сөз әр жақтан алынған болса. Командалар ойласып оламан дегенше ойласаларына ұлыма бағында айтып жіберейін. Бірінші шарт бойынша ұлыма топлаған балаларды ескертіп өтемін. Пекашов командасы 5,10-нан 4 балл, Мастер командасы 4,10-нан 4 балл, Шоманай командасы толық 6 балл, Бахаха Шоу командасы толық 6 балл, Алмаз командасы 5,10-нан 4 балл. Ара тұра шапалақ ұрып тұра берейік, ара тұра. Шоманай командасы Тайнекен, сөзіміз бізде кейінгі көрініс. Бізде кейінгі көрініс үйінде ұлыма қадірі жоқ қары. Мына біздің Хасатаяқ кім өрде жіберген? Алмаз командасы сөзіміз бізде кейінгі көрініс. Фархат аға бере ме? Ол. Қалеп тұрған болсаңыз, Фархат аға бір айтып береміз. Бізде кейінгі көрініс деген сөзді. Сіздерге қарасқаным болсын, 3 сөз, бізде кейінгі көрініс. Бізде кейінгі көрініс жоқты, қыш. Біздерде кейінгі көрініс, осы квенде тема қойуға шығып кеткен бала. Мархамат, көреміз, бізде кейінгі көрініс, магазинде қарызға алатын адамды бірден білуге болады. Макарон берші? Қалай амансыз ба? Жақсы, ала. Не берейін? Кім сілейді? Ала берің, кейін. Бахақа, бізде кейінгі көрініс. Бізде кейінгі көрініс, көшеде қатты қопал бала блогер болып кетсе қалай болады? Берге, үшеуіңіз. Берге. Ақша бар ма? Ақша бар ма деді саған? Ақша бар ма? Ақша жоқ! Ане халқын көрдіңіз бе, халықта ақша жоқ екен, не деп жатсыз? Бізде кейінгі көрініс ұлыма уақыт сағатты білмей тұғын студия. Қашан білсе шығас деп айтып, соқта шығас, отыра бересің. Расыл қашан. Болды ма? Болды. Бір көріністе ойнаймыз. Бізде кейінгі көрініс. Бізде кейінгі көрініс алтын балық ұстап отқан, алтын балық ұстап отқан көзді көрмейтін соқыр адам. Көруді қалеймен. Рахмет, Бахадыр аға. 3 сөз. Жігіт, қыз, кемпір. Жігіт, қыз, кемпір. Ойланатын музыка қойғанда диджейімізден әмелі жәрдем сұрап қаламыз. Ойланатын музыкалар болады өзі, ойланы отырады.
Ne yaptım? Ne biraz daha külüp alır mı? Adden ne görüp atla joksuz diye başka bir video mu telefonun? Olmasa ne yapta jalgap көрейік hem ben естіп. Расул бүгін қатты қуанып тұрды кібен болып атқаннан. Расул жүреді дейді, бір шабана құрып қояшы, орнына тұрып қой Расул. Расул десен тұрмайды, Тарзан десен тұрады. Тарзан. Өз кешегі затларды ойлап күліп отқан ғой. Ал. Бақадырақ. Жігіт, қыз, кемпір. Бір жігіт кемпірін жаңа ғарылар барған ночной клубқа апарған ұқсайды. Көреміз. Ай балам, мына қызға үйлене ғой сен. Үйде тазалайтын трубаны жеп жатырып қойдыңдар. Әмме барамыз ба дедім, өзден шық. Қатты реклама қылып тұрсыздар. Шоманай командасы. Жігіт, қыз, кемпір. Бәршеңіз білесіз, әзір нөгістен ойнаққа самолет қойып. Демек көреміз, бірінші мәрте самолетті ұшып атқан адамдар. Зор самолет деген, е? Ау, жігітлер мінді ғой. Қызлар жоқ екен бірақ, е? Бұл кемпірлерді мінуге бола ма екен бұған? Ау, мұны Төлебеке кемпірдің баласы ғой. Ай, не қылдың сен, оқуға тапсырып жүрген кірдің бе? Міне ғой. Ұшып жүрсің де. Пегас Шоу командасы. Мархамат, көреміз, әйтеуір затқа дауласа беретін апа Дамкомның алдында. Мен неге кіргізбейсіз? Кіремен. Ассаламу алейкум. Домкомаға қалайсыз? Аман отсыз ба? Ей, сізден домком дейді ау. Сонша жігіт қыз кемпірлер келіп отыр. Ей, қойың ей. Қандай себеппен келдіңіз алдыма? Қандай себеп деп? Құрдан қор келіп атқан жоқпан алдыңа. Бір себеппенен келемен. Біздің үйдің белінің сабы жоқ. Әйтеуір зат екен ғой. Әйтеуір зат емес балам. Әйтеуір зат емес. Ана тематик балаң әріп әйтеуір зат деп қойып кетті. Негізі әйтеуір затқа келіп атқан жоқпан. Қара, белдің сабы деп атқан ба? Белдің сабы нүгеде? Ағаштан? Ағаштан ба? Ағаштан. Ал ағаш нүгеден өседі? Теректен? Теректен. Ал терек қақтан өседі? Жерден? Жерден. Жер бершіш біздерге. Соң үшін келіп атпыз ғой күнімен балам. Кеттік, Алмас командасы. Сөзіміз қайтыла жібереміз. Жігіт, қыз, кемпір. Мархамат, көреміз, қыз кезінде көп жігітпен жүрген кемпір көшеде. Ассалаумағалейкум апа. Алейкум ассалам. Кімнің баласысың? Салимаң баласы ман ғой. Мамаңды қойса, әкеңнің атынан, әкеңнің атынан. Көреміз, біздерде көрініс, қаттыға мілет тас шарпаған құда. Құда, сен әменде жігітіңе қызымыз беріп отырыз ғой, бір шүкісі кетіп берсе? Кемпір не? Онда насыба беріп. Болды, өмірбаяға 3 сөз. Бір-екі. Жақсы, рахмет жігіттерге де, міне жастарымыздан қолды қуарлап адырыпты. Бірақ енді импровизация болғаннан кейін тез һәм анықтау болу керек. Соның үшін қаз, саз, жаз. Қаз, саз, жаз. Ай, сау бола. Әне музыка деген. Жаңа түсті ғой ма, DJ? Молодец. Қатлау шығарса, қатлау. Әне. Молодец. Біреу үш қылып записке түскен ғой мынаған, Шоманай. Өрбая. Қаз, саз, жаз. Демек, біздерде көрініс Өмірбай ағамыз жас балалық уақытында, жас кезінде, жігіт уақытында көшеде қалай ерегіскен көреміз. Шағыстың ойшысы ма несің, Әнім,
Sizin mına nazik iyininiz. Menin mına nazik iyinime tiyip ketdi o. Ne kılacaksan aytşınca. Hey enim, men ile sazban. Gazday bu kankılay verme, mаңлайыңа бұрылсам жазда тұрасаң. Конкретно айт, брат, не дейсің маған? Мына нәзік жағаңнан ұстап маңлайыңа бұрыраман деймен. Қолынан келме, жүр, жүр. Мархамат. Хорошо. Gaz, saz, jaz. Gaz, saz, jaz. Енді бұған бізге Мақсет керек болады әзір. Мақсет Өтеміратовты ортаға мұрат етіп. Неге керек ол? Енді Мақсет енді өзі білесің ғой, өзі жаз. Өзі жаз, қосқылары саз. Бұла қазақ туралы қосқа жүкті ғой. Сол үшін Мақсет шақырса? Мақсет жоқ. Жұмыслармен жаңа Ташкентке кетіп қалды. Ташкентке кетіп қалды? Кетіп қалды, жұмыслармен Ташкентке кетіп қалды. Бастат айт, бастат, кет. Олай болса, көреміз, мархамат, осы самолетте ұшып бара тұрған адамнан көрініс, мархамат. Билеттің ақшасын жем қайғансың ғой. Көреміз, ұлыма фантазиясы жоқ бала магазинде. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Маған газ берің 2 кило. Саз бер 2 метр. Жаз бер 2 литр. Сөйтіп магазинің бер маған сат не сом болды вообще. Сен ұлыма басын істейме сен. Не сұрау беріп жатсаң сен? Бершеш, магазиніңнен қосып бер маған не сом болды вообще. Магазин сатып алacaksan ба? Сатып аламын. Ақшаң жетпейді сен. Ау, жетеді айтшы. Ау, жетпейді. Ау, айт магазинің не сом? Ал 250 миллион ал. Қарыз дәптерге жазып қой бәрі. Gaz, saz, jaz. Бізде кейін көрініші да аз, жазда ұлыма жүз алмай тұғын ғаз. Бұл жерлерге ешкім тәпшік сатып қоймайды ғой, давай, басын. Ей, Жора, біз үйде ана шайтан тауық па, түй тауықты ма, ғазыма бір басып кеткен да, енді не қалай? Ол не десем ба? Қаз? Қаз? Ол хакім баласы ғой. Онда үстіне жаз. Кім баласы деді? Хакімнің. Онда қыз. Рахмет. Кімнен естеміз? Абай? Абай досымыздан 3 сөз қалеген. Шампунь, доставка, реклама. Ой, біздерді темалы сондай болғанда соған байланыстыра береміз. Так, ендігінде сөз бермейді екенбіз саған, жазып қояйын. Сұрауды қайталай жібересіз ба? Шампунь, доставка, реклама. Өздері видео көріп отыр, не қылай берем. Сейчас музыкаң бар еді басқа? Ойланатын музыка. Диджей. О, не. Бүгін тамаша өйлерімізге 5 сауғамыз бар, ұмыт кетпейік, Абай. Соның осылай өткереміз. Бүгінгі осы көрікті ауламызға келген ықылас-пенделеріміз арасында 5 адамға сауғамыз бар, әзір оны өткереміз. Болды ма? Кеттік. Қайталай жібереміз. Шампунь, доставка, реклама. Мархамат, көреміз, шампуньды доставка қылмай, реклама көшеде қылып жүрген, бірақ өтірік емес, рас сөйлейтін жігітлер. Тамашалаймыз.
пайдасы жоқ, алып кете бер. Мынау ешқандай пайдасы жоқ, алып кете бер. Ағат пайдам. Олма кім келші, келші. Ма ерлер тарқатты деп қоя қойшы ма. Шоманай, қайтыла жіберем. Шампунь, доставка, реклама. Абай аға үйінде келіншегімен ұрыспаса қалай болады? Қатын, боса тестесе, сталдарап жүре берсең, боса. Маған сондай десең деме. Сен елемең шампуныма басшым көрмеген екенсің. Көрдің бе рекламаның доставкасы да бар ішінде. Музыка. Музыка. Қойсам музыка. О, не. О, қатлы. Шығарсан? Қойса? О, не бәрі? Өзің шетіп отқанда қинала берсің. Бір команда қатасым керек. Шампунь, доставка, реклама. Vivian Legend'тің доставщиклері базардан келатқан кезде олардың қиялынан ұсындай гәптер өтеді. Шампуньды алдым, сабынды алдым. Енді қолларым талып кетті. Ана столбаға дейін көтеріп, ар жағына демалып аламын да үйге таямыз. Қайсы команда қалды? Пегас шоу. Мархамат, қайтыла жібереміз. Шампунь, доставка, реклама. Көреміз көшеде болған уақия. Сондай дейсен ма? Берген, шампуньды алып қайқа баратсың? Ояққа барма? Ана, рекламчикілер бар, шешіндіріп кетеді. Онда мына Берге, қаға баратсың? Ояқта доставщиклер бар, шешіндіріп кетеді олары. Онда не қылайын? Сүйерді әштен шешіне бер. Мастер, сөзді қайталаймыз. Шампунь, доставка, реклама. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мына Viva Legend компаниясы ма? Viva Legend компаниясы, ала. Сізде бас жуған есеп бар? Бас жуға так шампунь бар біздерде. Доставка да бар ғой? Доставка бар, неге апарып берейік па? Өртеп жүрші. Неге? Рекламаға тықып болды күнімен. Демек, бәрше командалар. Икрам. 3 сөз. Тахан, пахан, махан. Ай, сау бол. Жібер музыка. Тахан, махан, тахан дейді. Ай, сау бол. Тахан, махан. 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 Шықты мен, пахан, махандар. Көреміз Икрамаға жұмыстан шығып кеткеннен кейін шаңарағында болған жағдай. Қатан, тақан маған пақандар жоқта қыдырып кетек жүр. Көшеге шығып, нормаль футбол көш. Бешта шапысы дейді. Тағы бар ма? Яштар туақы. Қамалап. Бір ешбір өзім футбол сатып алып қал ғой. Оң өзген қоймаса? Рахмет. Қайтып тұрмын. Тахан, махан, тахан. Көреміз, паған, махан, тахан әммесі үйде, Икрам Абдигаликов душта. Бастан сүстің, таңға қайтеді күттің нұрын, ойға уақытта барын тез, өкші апаршын үстізді жағдарын. Өшесе, суға түлейтін ақшаң бар деп отырсан ғой жда.
Тегашо, Махан, аға. Көреміз дым фантазия шоқ бала. Тапқан тіке, Махан тіке. Тақан. Оны айтпай қалдық деп музыканы жібере яқшы. Алмас. Махан. Мархамат көреміз, өзінің білімін қай жерде көрсететінін білмейтін бала көшеде. Ойбай, автобус қашан келеді екен? Не десе? Мына автобус қашан келеді екен деме? Мені Ньютонның заңын сұрап отқан шығар десем, мен. О, бұл жерде Махан, Нахан, Тахан деген жоқ қой. Күніме айтып отыр ғой, не қылсаң, оны қайта беріп қойды. Мас деді. Махан, Тахан. Махан, Тахан. Икрама мотивация саған. Уақытында кімменшік болыңыз аға? Бір күнімен жұмыс деп жатсыз ба? Сізге жұмыста аға. Кіммен ойнап беріңіз ба? Сорау. Махан, Тахан. Ал көріңіз ойнаңа. Рахмет. Демек, үш шартымызды жұмақлады қол, шапалақ ұрып қояға. Және болсын ба үш сөз? Шапалақ ұрайық, болсын дегендер. Бәріміз бүгінгі көріп талап сағындық рас. Сол үшін бірінші мәрте бұндай Қарақалпақтың ең күшті 5 командасы бірінші мәрте меніңше бұл жерде белдесіп жатыпты. Бүгінгі көріп-талаудың, бүгінгі көркемөнер сарайының кубогына бұл жерде 3 сөзді айту үшін мен бір ұсыныс қылажақпын. Мен ба? Иә. Расул достымызда естімізге барыпты. 3 сөз. 3 сөз. Расул. Тарзан. Шабан ұрып қояқ, қонақтарымыз ерекше көріп-талауының ажайып достымыз. Бүгін бір 3 сөз. Айлы ассалаумағалейкум. Кеулі отырыпты. Так, сіздерге жаңа негізі оңырғада ұстаз айттыңыз. Импровизация болғаннан кейін тез беру керек деп айтып еді. Тез беріңіз сұраймын, сүт көже атбергі пластик. Үйіне алатын заттарын айттық мына қайтып барады. Сүт көже атбергі пластик, молодец. Пластиган бар дейсің. Келді. Сүт көже атбергі пластик. Әне сол затларды жеп қойған бақшаның басылығы хәкімнің алдында. Не мынау? Жұмысын дұрыстап істемейсің. Сүт көже жоқ, атбергі жоқ. Кені заттеді? Пластик. Пластик? Біздің пластик қайда? Жұмыс істесем бәсті? Не істейсің аннаған, не істейсің? Өзіңі бағыра береді. Сен айтып беремін. Кімге? Министрге. Сүт көже Кеттік. Көреміз магазинде болған жағдай. Сүт көже бар ма? Бар. Пластик істесен істейміз. Қане? Әкел бер пластигін. Менеге. Аз темені біздің қолда тепкін ашып алайын. Қойттыр, айтып асың сол үшін тұрды. Енді ойнай берсін, алдыңсам ескен жоқ қой да ойнай. Сүт көже атбергі пластик. Көреміз больницада болған уақия. Жора, қалай? Шүкір, қалай келдің? Саған базарлыға келдім. Ма, саған мынау сүт көже. Ма, отвергы. Ма, пластик. Ойбай, қап қойыпты ғой. Әзіл қап қойыпты. Болды. Ілтімасына 600 адам бар, 600 адам қалеу әр түрлі әзір. Енді бір күтте соза қойық деп енді ондай емес, о дәрежеде емес.
Iltimos. Tek bir ko'rinishda o'ynaylik bo'ldi. Hozir bundan hamma o'ynaysiz. Ikkinchi ko'rinish nima ketadi? Sen muzikanchi bir o'ynash. O'yna mana. Uspokойся notda adamlar. Almas bormi? Bo'lmasa jumaqlaymiz. Shuhrat. Süt köşe atverk plastik. Davr qizlari jarısında süt köşe pisib berib, plastikалық tabaqtan adibirге шыққан қыз. Құласы davr qizlarında ең кейінгі орында қандай балет алмай отырған қыз. Негіз бana atmaydı. Rahmet, qol şapalaqlar qo'yamiz komandalarımızga. Demek şartida jumaqlab aldık. Törüşler құрамы тайым болсақ, 3-ші шартты бақылаймыз. Максимал бал 6 бал. Бірінші болып өз өнерлерін көрсеткен Pegas Show командасына қойылған бағалар 6, 4, 5, 5, 5. Екінші мастер командасына қойылған бағалар 5, 4, 4, 5, 5. Шоманай 6, 6, 6, 6, 6. Bakaqa Show 6, 6, 6, 6, 6. Almaz komandası 6, 5, 5, 5, 6. Rahmet uluma жұмақты есеплап боламан дегенше бір қосық болады осы жерде. Жас талант иесі ажайып ініміз бар. Өзінің қосықларыменен бүгінгі көрікті аламызда мейманда Ислам Кеулімжаевтан ажайып қосықлар естіп қаламыз. Рахмат. Süydüm seni candan, şirinimde sana degin aytarsızım kalgan. Bulmamagan arman, süydüm
шапалақлар ұрып қоямыз. Бүгінгі қауендеріміздері білен 5 сауға бар деп айтқан едік. Бүгінгі ықыласметлерімізге. Топ бар еді ғой? Топты алып жібереміз ортамызға. Қапталда топ бар еді, топ алып жіберейік шілтіміз. Бар ма? Сауғалап шығамыз. Қауендеріміз тарапынан дайындалған ажайып сауғалар. Бақа анаяққа бару керек, төрге анаяққа. Ана секторға баруымыз керек. Кеттік. Келе? Қатын іздемек, анаяқ іздемек. Бәрі жоқ па? Келе жоқ, басшақта отырды. Кеттік, бәрі егіш. Оха! Ой! Сен футбол ойнамай қой. Ортаға. Кеттік. Абдеміз бағана айтып өткен едік, бүгінгі көрікталуымыз Құда қаласа жақсы өтсе, ертең ноябрь айында 5 районның кубогын өткермекшіміз. Тақаташ, Хожелі, Кегейлі, Қалқабат һәм Шымбай. Меніңше сөйлеп отқан болсам керек сол күменшіліктер. Демек, Төлеші құрамының бастығы ұстазымыз Өрбаяға береміз. Рахмат. Және бір мәртебе ассалаумағалейкум қадірлі жастарымыз, мұхтарам жұртбасымыз әр үлкен анжымаларды айтып жатырды. Келешек жастардың қолында деп. Мінекей бүгінде жастарымыз бір азғандайда жаман ілетлерден міне шырақ болып, ұсындай бір жақсы өздерінің достарының қызықларын көріп, жүда жақсы ұсыған бастама көтеріп атырған мені Мақсет Өтемұратовқа үлкен рахмет айтаман. Міне көркемөнер рахмет. Көркем өнер сарайының кубогын неге десеңдер, осы жігітлердің барлығы бір шерге шәмленсін. Ертең міне 5 районды қосып өткереміз деп атады. Қонақлар, зиреклер көріп таңдауын. Міне бүгінгі қатынас